Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Ынтымақ ауылы. Төменгі Пенжім орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Құрметті ұстаздар мен көрермендер, менің жүрегімнің мектебі, Төменгі Пенжім орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Мен Мұсаева Наргиза Низамқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Менің бас достарымның білім ең маңызды аспап. Мамандықтардың падишасы атанған ұстаздық кәсіпті таңдағаныма еш өкінбеймін, тек қуанамын. Мен жас маман. Өз еңбек жолымды Айгүл Бидахметқызы басқарған білім ордасынан бастап келемін. Тәлімгерім Сатыбалдинова Сәуле Бексұлтанқызы. Мектепті білім айдынындағы үлкен кемеге теңегім келеді. Осы кемеде бала уақытын өткізеді. Бұл кемеде небір дарынды тұлғалар, әлемді бас идірген ағаларым да, сіз де, біз де отырдық. Мектеп, мектеп, менің жарқын көңілім. Мектеп, мектеп, шаттыққа толы өмірім. Мектеп, мектеп, әнім болып төгілдің. Мектеп, мектеп, анам болып көріндің. Шәкірт санасына білім нәрін сеуіп, ел болашағының өрендерін тәрбиелеп шығару кез келген маманның қолынан келе бермейді. Ұстаз болып, жүрек жылуын, мейірім шуағын, адамгершілік ұлылығын баланың бойына дарыту. Мектеп өміріндегі, жүрек түкпіріндегі мақсат кітап әлемін саяхат жасау. Мен заманауи педагогпын. Білім мен біліктілігіне сенемін. Халқымызда жас келсе іске атты, ол сөздер бекер айтылмаса керек. Бойымдағы жастық жігерімді, күш қуатымды, жаңашылдығымды шәкірт бойына сіңіру ең басты талабым деп білемін. Шәкірттің деген сүйіспеншілік мамандықты сүюден басталды. Мамандығым мақтанышы.